Сәлеметсіз бе? Тек 3 күн осы сусынды ішсеңіз, бауырыңыз тазарып, жеңілдікті сезінесіз. Ол үшін бізге 2 сәбізді турап, 1 жасыл алма, 1 лимон және имбирдің тамыры. Бәрін блендермен араластырып, 1 ас қасық бал, 1 стакан су қосып, жалбыз қосуға да болады. Блендермен жақсылап араластырып, сүзіп, таңертең аш қарынға ішіңіз. Тағы бір рецептпен бөлісейін, жазып алыңыз. Бұл сусын бауырды тазалайды, іштегі майды ыдыратады. Холестеринді түсіреді, организмге өте пайдалы. Ол үшін бізге 2 стакан су, оны кастрөлге құямыз. 10-15 сүйір жалбыз жапырағын алып, жарты лимонды ашып, қабығын теркадан өткіземіз. Барлығын қайнатып, сүзіп, жарты лимонның суын қосып, күніне 2 рет жасап ішсеңіз, таңертең аш қарынға және жатарда ішіңіз. Ем болсын, денсаулықтарыңызды сақтап жүріңіздер. Сұлыдан жасалған сүттің бауырға пайдасы өте зор. Ол үшін бізге 1,5 литр су, 1 стакан сұлы қажет. Барлығын жақсылап қайнатып, сүзіп, суытып іше берсеңіз болады. Сұлының сүтін жасау үшін жаңағы қайнатылған сұлыны алып, суын қосып, блендермен ұсақтаймыз. Одан кейін сүзіп, сүтін ішсеңіз, дәмі енді керемет. Және пайдасы мол. Ем болсын, сау болыңыздар.